Әуесқой хоккейге қызығатын жанкүйерлер өткен ойындардың қаншалықты қызықты әрі тартысты өткенін әлі күнге дейін қызу талқылауда. Сол себепті олар 4-ші турдың әр ойынын мұқият бақылап отырды. Снабженец пен Майқұдық командалар арасында өткен матчтың алғашқы ойыны есеп шоты бай ойындардың бірі болды. Мұнда көшбасшылар қарсылас командаға тек жеңіске жету деген ниетпен келгендігін бірден көрсетті. Ойынның алғашқы 34-ші секундында есеп ашылды. Бұдан басқа қарсыластардың қақпасына тағы 3 гол соғылды. Ал Майқұдық командасы бұл шабуылдарға бір ғана шайбамен жауап қайтара алды. Ойынның екінші кезеңінде Майқұдық командасының қақпасына тағы да 4 шайба соғылды. Ал үшінші кезеңде 5 гол. Ойын қорытындысы 13-3 Снабженец командасының жеңісімен аяқталды. Матчтың екінші күнінде Магнитка 2 және Күміс Акулалар арасындағы кезекті ойын өтті. Ойын қорытындысы алғашқы командалар арасындағыдай үлкен болған жоқ. Нәтиже 5-1 Магнитка 2 командасының жеңісімен аяқталды. 4-ші кезеңнің кезекті 3-ші ойынында турнир көрсеткішінің 4-ші орында тұрған Жастар командасы және 2-ші орында тұрған Самарқанд командасы бақ таласты. Бұл ойында 5-2 есебімен чемпионаттың бас жүлдеге үміткерлері Самарқанд командасы алға шықты. 4-ші турдың соңғы күнінде Бешеные мен Магнитка бір командасы ойнады. Соңғы ойын өте қызықты өтті. Қос команда да бір-бірінің қақпаларына бірнеше шабуылдар жасап, жылдамдықты арттырды. Ешкім жеңіс туын қолдан бергілері келмегендігі айқын көрінеді. Магнитка өзінің қақпасына алғашқы шайбаны кіргізгеннен кейін біраз есеңгіреп қалды. Ойын қорытындысы 5-4 Бешеные жеңіске жетті. Хоккейден әуесқой командалар арасындағы 4-ші тур аяқталғанымен турнир көшбасшылары бұрынғыдай Снабженец командасы болып қалды. 2-ші орында Самарқанд, 3-ші орында Бешеные командасы иеленді. Үздік ойыншылар қатарында 16 ұпаймен Бешеные командасының ойыншысы Андрей Витюк және Магнитка 1 командасының ойыншысы Валерий Суровцев тұр. Әуесқой командалар арасындағы Теміртау чемпионатының 5-ші туры демалыс күндері басталады. 3-ші қараша Майқұдық командасы мен Күміс Акулалар, ал қарашаның 4-і күні Магнитка 2 командасы Бешеные командасымен бақ таласады.